Қош келдіңіздер ақылды жүйелер және IoT каналына. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырып сигналдар және басқару жүйелері. Кеттік. Негізгі ұғымдар бұл байланыс жүйесі, сигнал, цифрлық басқару жүйесі және тағы басқа. Байланыс жүйесі мынандай бөліктерден тұрады. Ол таратқыш, қабылдағыш, сигнал түрлендіргіші, байланыс каналы. Сигнал дегеніміз ол байланыс жүйесіндегі берілгендерді таратуға арналған ақпарат тасушы. Сигнал, хабар, ақпарат, информация және энергия барлығы де ұқсас ұғымдар. Келген материяның бір формадан екінші формаға өзгеру ол энергия болып табылады. Энергияның бірнеше түрі бар: электр энергиясы, механикалық потенциал, тағы басқа. Ал егер энергияны нақты бір бағыттасақ, бір бағытпен таратсақ, онда ол ақпарат немесе хабарға айналады. Хабар уже бізге маңызды, түсінікті болып табылады. Ал енді хабарды біз тарату үшін, цифрлық жүйеде пайдалану үшін, оны біз әрине сигналға айналдырамыз. Сигнал ретінде аналог немесе цифрлық сигналды түрлендіреміз. Мынау схемаларда сигналдың әртүрлі берілгендері бар. Сұйық сигнал ол тұтас болып беріледі. Ауа, газ сигналы ол іші боялмайды. Ток, сигнал, хабар барлығы оңға немесе солға, бір бағытта немесе екі бағытта таралады. Егер канал бір бағытты болса, оны симплекс канал деп атаймыз байланыста. Ал егер бір каналмен, бір сыммен екі бағытқа да, оңға да солға да жүрсе, онда оны дуплекс канал деп атаймыз. Мына схемада байланыс жүйесі берілген. Байланыс жүйесі әдетте таратқыш пен қабылдағыштан тұрады. Міне ең шетінде тұрған. Олар терминал деп те аталады. Одан кейін сол таратылатын информация, ақпарат сигналға айналдыру үшін ол датчик арқылы түрлендіріледі. Сөйтіп ары қарай оны ұзаққа тарату үшін модулятор, демодулятор немесе модем деген құрылғы қолданылады. Сөйтіп ұзаққа, алыс қашықтыққа байланыс каналы арқылы жібере аламыз. Байланыс канал деген ол сымды болуы мүмкін, сымсыз болуы мүмкін, тағы басқа. Дәл солай керісінше бұл кері тәртіпте демодулятор, екінші түрлендіргіш, бұл атқарушы механизм және қабылдағыш болады. Ал мынау схемада автоматты басқару жүйесіндегі сигналдың таралуы түрлендіруі көрсетілген. Өткен сабақта айтылғандай, ол мынандай блоктардан тұрады: тапсырма беруші, сумматор, реттеуіш, атқарушы механизм және басқару нысаны және датчик. Әрбір блоктың арасында мәлімет, хабар ол сигнал түрінде таратылады. Сигнал 1, 2, 3, 4, 5. Және әрбір блок түрлендіргіш болып есептеледі. Төменгі схемада көрсеткен сигнал түрлендіргіші. Түрлендіргіш белгілі кіріс сигналын X атты, белгілі бір шығыс сигнал Y аттыға айналдырады. Яғни бұл белгілі бір функция арқылы түрлендіріп береді. Функцияны беріліс функциясы деп атаймыз, немесе передачная функция. W от P. P деген Лаплас айнымалысы. Мынау формуланы беріледі. Шығыс ол кірістік, көбейтіндісі сол түрлендіргіштің беріліс функциясына. Мына жерде сигналдың түрлері көрсетілген. Ол тапсырма сигналы, кіріс, шығыс сигналы, реттелетін сигнал, UT басқару сигналы, ұйытқу сигналы, шу және қате сигналы. Және мынау W от P объект нысанның беріліс функциясы және датчиктің беріліс функциясы. Мына жерде тапсырма сигнал ретінде біз цифрлық сигнал немесе кодты пайдаланамыз. Әдетте мысалы пультпен біз белгілі бір код береміз, тапсырманы. Одан кейін сумматорда сол біздің тапсырмаменен нысанның шығысының датчиктан сол сигналдың реттелетін технологиялық параметрдің айырмасын есептейді сумматор. Ары қарай ол реттеуішке береді. Реттеуіш белгілі бір заңмен
заңды орындайды, басқару заң немесе лелелік заң, тағы басқа. Сол белгілі бір заңға сәйкес ол басқару сигналын қалыптастырады. Ары қарай атқарушы механизмді қосады немесе ажыратады. Кейін атқарушы механизм белгілі бір нысанды қосып, ажыратып басқарады. Мына жерде басқару тетіктері берілген. Мысалы, on-off қосу, ажырату сигналын біз кәдімгі пуск-стоп деген кнопка арқылы тудыра аламыз. Ал мысалы импульс сигнал немесе кодта, ол әрине пульттің кез келген батырмасы. Бұл жерде импульсный кнопка, самовозврат. Және кез келген қоршаған ортаның сигналын, мысалы мына жерде дыбыс сигналын, ол микрофон арқылы біз ала аламыз. Ол мына жерде микрофон ол генератор шума болып есептеледі. Мына алғашқы екеуі цифрлық сигналға жатады. Бұлардың белгілі бір заңы бар. Мына аналог сигнал бұл кездейсоқ заңға бағынады. Келесі. Мына кестеде сигналды түрлендіру функциялары келтірілген. Ол мысалы генерациялау, яғни тудыру, қандай сигнал керек, сол белгілі генератормен немесе кварцпен тудырамыз. Сосын оны сигналға айналдырғанда біз оны кодтаймыз, пульт мысалы. Ары қарай микропроцессордың ішінде арифметикалық амалдарды орындаймыз. Сумматор, көбейткіш, бөлгіш, тағы басқа логикалық амалдарды орындаймыз. Салыстыру деген тағы басқа. Сақтау амалдары, ол жад құрылғылары және модуляция, ол ұзаққа тарату үшін байланыс жүйесінде модем деген құрылғы бар. Ары қарай аналог сигнал цифрлыққа айналдыру, ол АЦП арқылы және керісінше САП арқылы жасалады. Ал импульстерді санау үшін ол пульттің ішінде ол счетчик қолданылады. Мына жерде сигналдарды өлшеу және экран бетіне көрсету үшін арнайы осциллограф деген приборлар бар. Бірінші аналогтық осциллограф, аналогтық сигналдарды өңдейді. Екінші цифрлық осциллограф, бұл цифрлық сигналдарды өңдейді. Қазір видеода мен осы цифрлық осциллографтың жұмысын көрсетемін. Мына жерде қажетті кітаптар, основной кітап, дискретная система цифровая обработка сигналов деген кітап. Осы микропроцессорный техника. Мынау біздің лабораториядағы Siemens-тің технология автоматизация деген лабораториялық стенд қосамыз іске. Бұл 3 фазамен жұмыс істейді. Біз қазір осы стендке 3 фазаны беріп, әрқайсысын мынау осциллографпен тексереміз. Сигналдарды көрініп тұр. Осциллограф екі режимде жұмыс істейді. Ол вольтметр болып та істейді, сосын осциллограф болып та істейді. Бірінші біз вольтметр режиміне қойық. Модты басамыз. Вольтметр режим. Бұл жерде 750 вольт ранг. 40, 400, 750. Сигналдар пәнде біз сигналдардың түрлерін өтеміз, және олардың осциллограф бетіндегі график, процесс графигін көрсетеміз. Мынау 3 фаза, бұл жерде әдетте 220 вольт әр фазада. Соны біз осциллографпен көреміз. Бірінші сигнал бұл синусоидальный сигнал, синус сигналы. Сол синус сигналын біз қазір көреміз. Мынау бірінші фаза, екінші фаза, үшінші фаза, мынау 0. Мынау заземление. Біз 0-ге мына сым жалғанып тұр. Қазір бұл осциллограф вольтметр режимде жұмыс істеп тұр, прибор. Вольтті жалғаймыз 0-ге. Фазаға қызыл сымды жалғаймыз. Сол бірінші фаза. Бірінші фаза. Көреміз 240. 240 вольт бірінші фазада. Енді екінші фазаны көрейік.
екінші фазада 237 вольт. Енді үшінші фазаны көреміз. Үшінші фаза бұл 233 вольт. Бұл вольтметр режимінде. Біз тек қана сигналдың мәнін ғана көре аламыз. Бұл жерде синусоидальный сигнал берілді. Үш фаза. Енді біз осциллографтан приборды осциллограф режиміне ауыстырамыз. Осциллограф режимінде